Сәлем достар, бүгінгі сабақта сервер сатып алу мәселесін қарастырамыз. Жалпы біздің бағдарламалардың жұмыс жасауын қамтамасыз ететін бұл аппараттық жабдық, темір деп айтсақ болады, hardware, серверлік машиналар болады, компьютерлер, және серверлік компьютерлерді көп жағдайда енді платформа деп айтуы мүмкін, сервер systems деп айтады, сервер hardware. Жалпы серверлік жабдықтарды қарастырамыз. Мына жерде суретте көріп тұрғандарыңыздай, бір компанияның дата центрінде орнатылған бірнеше серверлік машинаны көреміз. Бұл жерде HP компаниясының құралдары. Және төмен жақта осы сервер таңдау барысында сізге қажетті ақпаратты жазып қойған блог-постты келтірдім. Оны оқып шықсаңыздар болады. Сондай-ақ менің жанымда мына жерде тағы да HP компаниясының сервері келтірілген. Оның қатқыл дискісін қазір талдаймыз. Сондай-ақ жедел жады. Сонымен қатар PSU, Power Supply Unit, блок питаниясын айтамыз. Оның қаншау болу керек және қандай қуаттылығы керек бізге. Сондай-ақ процессордың негізгі құраушы бөлшегі ол әрине процессоры. Одан соң аналық тақша деп айтып жатады, немесе чипсет, оны ағылшын тілінде борд деп айтып жатады. Сондай-ақ оның әрине желдеткіштері. Осындай бірнеше факторлар сервер таңдау кезінде өте үлкен әсер етеді. Сондықтан қалай таңдаймыз, қарастырып көрейік. Енді мына жерде веб парақшада жазылғандай сервер сатып алу қандай мақсатта қолданылатынына тікелей байланысты компанияның бизнестің қажеттілігіне сәйкес сатып алынады. Неше түрлі қолданыс жағдайы болуы мүмкін, сондықтан нақты жауап айту қиын депті. Енді қараңыздар, сервердің мысалы 1 миллион, 2 миллион теңгеден басталып, 10 миллион теңге, 15 миллион теңге өте қымбат бағада кездесетін түрлері бар. Яғни оның ауқымы өте үлкен, түрлері де өте көп, сондықтан кішкене шатастыруы мүмкін. Алайда сіздің қажеттілігіңіз, бизнестің қажеттілігін нақты білетін болсақ, онда сервер таңдау мүмкіндігі бар. Енді біздің жағдайда 50 қызметкерден тұратын компания үшін әртүрлі мәселені шешетін жалпылама платформаны қарастырамыз деген екен. Жалпылама деп отырғаны general дейді. Яғни ол жерде виртуалды машиналар қойылуы мүмкін, сондай-ақ қандай да бір деректер базасы, файл базасы, яғни ол файл сервер ретінде, яғни бір компания үшін барлық мәселені шешетін, ол жерге бірнеше виртуалды машина қойылатын, мысалы телефония, сондай-ақ мысалы carrier control қойылуы мүмкін, сондай-ақ Active Directory, Windows сервер машина, операциялық жүйесі. Осының барлығын бірнеше виртуалды машинаны бір серверлік аппараттық жабдыққа орнататын жағдай үшін қарастыруымыз мүмкін. Төмен жағында бұл жерде HP, Intel, Dell 3 сервер сататын ірі компанияны келтірілген екен. Бұл таңдап алынудың себебі біз осы құрал жабдықтармен жұмыс жасағанбыз, онымен жақын таныспыз, сондықтан таңдап алынды. Өзге де серверлік машина шығаратын компаниялар бар, мысалы IBM, Supermicro, Lenovo сияқты сервер шығаратын басқа да компаниялар көп. Олар туралы ешқандай кері пікір жоқ, тек қана осы 3 компанияны мысал ретінде таңдап алдық. Мына жерде теориялық ақпарат беріліп кеткен екен, сонымен танысып кетейік. Шағын бизнес үшін сервер сатып алғанда есте сақтау керек бірнеше маңызды ақыл кеңес бар. Төменде шағын бизнесіңіз үшін сервер сатып алуға көмектесетін нұсқаулық тізімі келтіріліпті. Сіздің қажеттіліктеріңізді бағалаңыз дейді. Шағын бизнесіңіздің нақты талаптарын анықтаңыз. Қызметкерлер саны, жасақталып серверге қойылатын бағдарлама мен қосымшаның түрі дейді. Яғни серверге қандай операциялық жүйе орнатады, немесе неше виртуалды машина орнатылады, осыны ескеріңіз дейді. Сақтау қажеттіліктері, сізге дискінің қанша ауқымы керек, және болашақта қаншалықты өсу ықтималдығы қандай. Осындай факторларды қарастырыңыз депті. Сервер түрін анықтау. Мұнара сервері немесе трекке орналатын сервер қажет пе дейді. Бұл шешімді қабылдау барысында сіздің серверлік бөлмеңіздің кабинеттің үлкендігі, ауқымы және болашақта өсу тағы да есте сақтаңыз депті.
Сервер спецификаларын таңдаңыз дейді. Сіздің қажеттіліктеріңізге негізделген келесі сипаттамаларды қарастырыңыз. Процессор, жұмыс жүктемеңізді өңдей алатын қуатты және тиімді процессор бар серверді таңдаңыз депті. Мына жерде HP компаниясының 2 сокеттен 2 процессорден тұратын моделі тұр, және оның қуаттылығы енді кішкене төмен, себебі бұл серверлік машина ескілеу. Ал жаңа серверлік машинада мысалы 8 немесе 32 ядро болуы мүмкін. Осындай процессордың қуаттылығы сізге қандай қажет, соны ескеріңіз депті. Жад. Жеткілікті жедел жад көп тапсырманы және қолданба өнімділігін біркелкі қамтамасыз етеді. Жедел жадының ауқымды серверді таңдауға әсер етеді. Сақтау, деректерді сақтау талаптары негізінде қатты дискілер немесе қатты күйдегі дискілер сияқты сақтаудың сәйкес көлемі мен түрін таңдаңыз. Желіге қосылу. Серверде Ethernet порттары сияқты сәйкес желілік қосылым операциялар бар екеніне көз жеткізіңіз депті. Серверлік машиналарда 10 гигабит немесе 25 гигабит осындай Ethernet порттар болады, немесе Fiber Optic оптикамен жұмыс жасауға арналған small form факторлық модульдер болуы мүмкін, соның түріне де қараңыз депті. Кеңейту слоттары келешекте ақпараттық жаңартулар үшін кеңейту слоттары қажет пе? Соны анықтаңыз. Мысалы, серверге RAID контроллер немесе желілік контроллер, басқа да қосымша кеңейту слоттары қажет пе? Осыны ескерсеңіз болады депті. Енді кішкене ары қарай барлығын оқып кетейік. Серверді басқаруды қарастырыңыз депті. Серверге ұзақтан қосылу, оны ұзақтан басқару қаншалықты жеңіл. Серверді мысалы өшіріп қосу немесе оның ішіндегі детальдарды күнделікті бақылап отыру, серверді ұзақтан басқару, кейбір бағдарламаларды орнату, осының барлығы қаншалықты қамтамасыз етілген және онымен қаншалықты жұмыс жасау жеңіл депті. Беделді бренд жеткізушісін таңдаңыз депті. HP, Dell, Intel, Lenovo сияқты компаниялар бұлар сервер шығару және сервер сату саласында жұмыс жасап келе жатқан, бірнеше жыл жұмыс жасап келе жатқан, өте тарихы бай. Осы саладағы көшбасшы компаниялар болып саналады және олардың тауарлары өте сапалы, оған жасалатын қолдау, берілетін кепілдік өте тамаша. Сондықтан осындай бренд компаниялармен жұмыс жасасаңыз, олардың өнімділігіне, сенімділігіне өте жақсы баға беруге болады. Сондықтан бренд компаниялардың серверін таңдаған маңызды. Бюджетті қарастыру дейді. Әрине, сіздің серверді сатып алуға компанияңыз қанша бюджет берді, және ол бюджеттің ауқымы қандай. $2000 мен $4000 арасында, $4000 мен $6000 арасында, және $6000 мен $10000 арасында серверлік машиналар бар. Сондықтан бюджетке де байланысты серверді таңдаймыз. Сарапшылардың кеңесіне жүгініңіз деген екен. Сервер таңдау негізінде оңай шаруа емес, себебі ол жердегі әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Жаңа айтып, қазір біз оны барлығын талдаймыз, және осы сабақтың арқасында сіз де серверді өзіңіз таңдай алады деген сенімдеміз. Алайда сізге көмек қажет болып жатса, онда ақпараттық технология саласында жұмыс жасайтын, сервер сатумен айналысатын мамандар көмектесе алады депті. Сондай-ақ Dell, Intel, HP кез келген компанияның Қазақстанда партнерлары, бірге жұмыс жасайтын компаниялар бар, және сол компанияның мамандары, егер қоңырау шалатын болсаңыз, сізге сервер таңдауда, сізге қажеттілігіңізге байланысты аппараттық жабдықты таңдауда әбден көмектесе алады. Бағаларды салыстыру, әрине біз бірнеше ұсынысты аламыз және анализ жасаймыз, қайсысы тиімді, сол бағаны өзімізге таңдаймыз. Сатып алуды жасаңыз дейді. Әрине, серверді сатып алғаннан кейін оны әкеліп орнатыңыз және конфигурацияны жасаңыз депті. Сондай-ақ сервердің RAID деп аталынатын технологиясы бар, және RAID контроллердің аппараттық немесе бағдарламалық түрі бар. Сізде серверіңізде RAID контроллердің қайсы түрі бар, қандай контроллер орнатылған, осыған да назар аударыңыз, және ол сервер таңдауда үлкен рөл ойнайды. Шағын бизнесіңіз үшін серверді сатып алғанда болашақ масштабтауды және өсуді ескеруді ұмытпаңыз.
көп жағдайда біздің бюджет кішкентай, соған байланысты жеткілікті серверді сатып алайық дейді, және сатып алғаннан кейін болашақта біздің компания тез өсіп қажеттілік артады және сервер жеткіліксіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан жақын болашақта сіздің компанияңыз өсетін болса, онда серверлік машинаны артығымен сатып алсаңыз, оның сізге ешқандай зияны болмайды. Болашақта оған қосымша бағдарламалар, қосымша жабдықтар орнатылады және сіздің бизнес қажеттіліктеріңізді шешеді. Сервер өндіруші ірі компаниялардың ресми сайтына баратын болсақ, және ол жерде мен қазір бірден мына жерде көрсетейін. Қараңыздар, мысалы HP компаниясының Hewlett Packard Enterprise hp.com және осы жерде продуктілері, соның ішінде серверлік машиналары, суперкомпьютинг, жарайды, бұл жерге HP брендтеріне байланысты таңдайтын болсақ, ProLiant деп аталатын компьютерлер, бұл серверлік машиналары, соның ішінде сатып алу, Hewlett Packard Enterprise ProLiant серверлері 11-ші буындағысын көреміз. Және міне барлық серверлері келтірілген. Бұл жерде 13 серверді ұсынып отыр. Оны бағасы бойынша фильтрге қоюға болады, процессор бойынша, форм-фактор бойынша, немесе буыны бойынша таңдауға болады. Сол сияқты мысалы Intel компаниясын көрейік. Intel, оның тауарлары, соның ішінде көптеген құралдар сатады. Бізді қызықтырып отырғаны бұл жерде серверлік продуктілері. Intel'дің сервер машиналары, соның ішінде single node серверлерді қарастырайық. M50 FCP Family осы буынға жататын серверлерді қарастыруға болады. Бұл серверлердің бұл компания бірнеше нұсқасын, соның ішінде 4-еуін ұсынып отыр, және олардың артықшылықтары мен ерекшеліктерін жазып кеткен. Бұны мен қазақ тіліне аударып қойдым, және осы жерде танысамыз. Тағы да Dell компаниясына келейік. Бізді қызықтыратын серверлер. Міне Dell компаниясы да өзінің тауарларын әдемілеп жіктеп қойған. Бұл жерде трекке қойылатын рек серверлер, немесе мұнара серверлер, модула сервер, сондай-ақ үлкен бизнеске арналған басқа да серверлер түрлерін көреміз. Мысалы рек сервер, немесе tower сервер, модулар, менеджмент серверлер дейді, яғни менеджментке басқаруға арналған басқа да құралдары. Сондай-ақ бұл жерде серверлерді фильтр жасауға болады. Мысалы 1 сокет, 2 сокет немесе 4 сокеттен тұратын серверді. Процессордың типі Intel немесе AMD компаниясы. Сервердің рек юнит, немесе ол 1 юнит, 2 юнит, қандай юнит керек бізге, сондай-ақ сервердің бағасы. Көріп отқандарыңыздай, сервер шығарушы, өндіруші компаниялар өзінің ұсыныстарын әдемілеп жіктеп қойған, және әрбір серверге өте тамаша құжаттама, анықтама беріп қойған. Олай болса, ары қарастырайық. Hewlett Packard компаниясының серверлерін көрейік, кішкене шолу жасап кетейік. Қараңыздар, HP компаниясы, мысалы ProLiant серверлері өте танымал, және бизнесте өте жиі қолданылатын сервер түрлері. Оның үстінен басатын болсам, мына жерде көретініміз, мысалы RL 300, DL 365 әртүрлі серверлерді көреміз, және бұның кез келгенінің үстінен басып, толыққанды ақпарат алуға болады. Қараңыздар, мына жерде оның спецификациясы, қараңыздар, мына жерде қойылған процессорлер, ол жердегі maximum memory дейді, мысалы жедел жадты 4 терабайтқа, жедел жадының 16 слоты бар дейді. Сондай-ақ процессордың қанша түрі келеді, қанша саны болатыны, оның жылдамдығы барлығы келтірілген. Мына жерде тағы қандай ақпарат берілген екен, кішкене төмен қарай түсіп көрейік. HP-дің модельдері, және HP не жаңа дейді, қандай жаңартулар болды. Intel компаниясы, басты ерекшеліктері, Dell компаниясы. Жарайды, былай жасайық, достар, HP компаниясынан талдаудан жалғастырайық.
Қараңыз, HP компаниясының мен мына жерде мысал ретінде ProLiant DL320 11-ші буындағы серверін таңдап алынған екенмін, және оның сілтемесіне келейін. Бұл сервердің бағасы $3000 басталатынын көреміз. Және осы сервердің төмен жағында features дейміз, яғни сервердің ерекшеліктері келтірілген. Қараңыздар, бұл жерге Intel компаниясының 4-ші буындағы серверін процессорын қоюға болады. Және ол процессордың өте жоғары жылдамдықта жұмыс жасайтын көреміз. Бұл жерде 4800 мегатрансфер per second, сондай-ақ оның 32 ядроға дейін болатынын айтуға болады. Бұл сервердің 16 dual input memory модуль дейді. Мынандай модульдік жедел жадтың 16-сын салуға болады, және бізде оның әрқайсысы мысалы 256 гигабайтқа дейін баратынын ескерсек, жедел жадтың көлемі 2 терабайтқа дейін болуы мүмкін. Сондай-ақ Advanced Data Transfer дейді. Компьютердің ішіндегі ақпарат алмасуы өте жоғары жылдамдықта іске асады. Соның ішінде PCI Generation 5 5-ші буындағы Serial Expansion Bus деген екен. Бұл жерде шиналардың өте жоғары жылдамдықта жұмыс жасайтынын көреміз. Процессор мен жедел жадтың, сондай-ақ басқа да қатқыл дискінің арасындағы ақпараттың алмасуы өте жоғары жылдамдықта жұмыс іске асады. Және осы компьютерді басқару үшін ILO 6 Server Management Software дейді. Серверді басқаруға арналған бағдарламалық жабдығы бар. Бұл сізге серверді ұзақтан мониторинг жасауға, сондай-ақ барлық бағдарламалық жабдықтарды жаңартып отыруға мүмкіндік береді депті. Және бұл жерде RAID контроллерді қосуға болады. Сондай-ақ M2 Boot Options M2 жедел жады қатқыл дискісінен жүктелу мүмкіндігі бар депті. Сондай-ақ спецификациясына келетін болсақ, бұл жерде осы процессор туралы тағы да терең ақпарат алуға болады. Оны мен басқа сабақта сіздерге тағы да талдау жасап, барлығын талқылап көрсетемін. Яғни HP компаниясын біз ары қарай тағы да келесі сабақта талдаймыз. Олай болса мен Intel-ға келейін. Intel-дің мына келтірілген сілтемеге келсеңіздер, Intel-дің сервер продуктілерін көреміз. Оның ішінде single node, multi-node, сондай-ақ сервер chassis, сервер бордтарды көреміз. Борд деп отырғаны бұл осы аналық тақшасы. Бізді қызықтырып отырғаны single node серверс деп айтайық, және оның M50 FCP фамилияға келейік. Қараңыздар, осы сервердің негізгі ерекшеліктері мына жерде келтірілген. Оны мен қазақ тіліне аударып қойдым. Олай болса, осы серверлік машинаның басты ерекшеліктерін қарастырайық. Intel компаниясының бұл серверлік платформасы өзінің Xeon 4-ші буындағы процессорларын қолдайды, және оның әр процессорында 60 ядроға дейін болуы мүмкін. Егер сіздің компьютеріңізде 2 ұяшық, 2 сокет болатын болса, 2 процессор орнатылатын болса, онда 120 ядроға дейін болуы мүмкін. Қарап отқандарыңызда бұл өте жоғары көрсеткіштер. Осыдан бірнеше жылдар бұрын бұндай ядроны, бұндай процессорларды елестету мүмкін емес еді. Алайда қараңыздар, 120 ядро деген ол енді өте үлкен жүктемелерді, өте үлкен мәселелерді шешуге мүмкіндік беретіні түсінікті. Сондай-ақ Intel Ultra Fast Interconnection деген екен. Тағы да осы 16 гигабит transfers per second, тағы да осы жедел жадының процессоры мен оның жедел жады мен қатқыл дискімен арасындағы байланыс өте жоғары жылдамдықта іске асады. Әр серверге 8 терабайт DDR5 жадын қоюға мүмкіндік беріледі депті. Мысалы, әр процессор 8 жедел жад арнасымен байланыс жасай алады. Әр процессорға 16 DDR-RDIMM Dual Input Memory модуль. Әр процессорға осындайдың 8-ін немесе 16-сын қоюға болады, және өте үлкен жедел жадты аламыз. Бұл жерде мысалы терабайтта жедел жады болатыны түсінікті. Сондай-ақ оның өткізу арнасы 4800 мегатрансферс per second.
тағы да жедел жады мен процессордың арасындағы байланыстың өте жоғары болатынын айтуға болады. Сондай-ақ Ethernet модульдері бұл жерде 25 гигабит секунд, 10 гигабит секунд жылдамдықта жұмыс жасайтын, өте жоғары жылдамдықта жұмыс жасайтын Ethernet модульдерді қоюға болады. Достар, қараңыздар, тіпті 400 гигабит секунд желілік карталарды қолдайтын жоғары жылдамдықты желіні қамтамасыз етеді депті. Бұның өзі міне официальный ресми сайтынан алынған. Қарап отырсаңыздар, бұл жердегі жылдамдықтар, жұмыс сапасы өте жоғары деңгейде. Сондай-ақ сақтау, storage, қатқыл дискілерге келетін болсақ, Intel компаниясында 2,5 дюймдік, 3 дюймдік әртүрлі форм-фактордегі SSD, SAS, SATA, NVMe дискілерді қолдайтынын көреміз. Және оның бұл жерде бірнеше терабайтты қамтамасыз ете алатынын айтуға болады. Мен мына жерде көрейін, видео сабақ жазылуда. PCI слоттары деген екен. PCI слоттары ол бізге қосымша модульдерді, контроллерді қоюға мүмкіндік беретін арнайы порттар, және оның да өте жоғары жылдамдықта жұмыс жасауға мүмкіндік беретін бірнеше саны келтіріліпті. Сондай-ақ Intel компаниясы бұл жерде ұзақтан басқару, сондай-ақ қауіпсіздік барлығы қарастырылған, неше түрлі жаңа технологиялар қойылған, сондықтан Intel компаниясының құралдары да өте керемет. Және мен тағы да басқа сабақта осы Intel компаниясын кішкене тереңірек қарастыратын боламын, бөлек сабақ жазамын, сондықтан Intel компаниясының серверімен де жақынырақ танысамыз. Енді Dell компаниясына келетін болсақ, Dell компаниясы да осы процессор серверлік машина шығару саласында өте жетекші рөлде келетін ірі компанияның бірі. Бұл компанияның да ресми сайтына баратын болсақ, серверлерін көреміз. Және бір серверіне кішкене тереңірек үңіліп көрейік. Мысалы 760XS деп аталынатын сервері, соның ішінде бұл трекке қойылатын рек сервер болып табылады. Техникалық нұсқаулық төмен қарай түсетін болсақ, бұл сервердің қойылатын процессорлар, оның жалпы негізгі технологиялары келтірілген. Қараңыздар, бұл да осы Intel компаниясының 4-ші буында келетін Xeon процессорларын қолдайды. Ол процессорлардың ядросы 32-ге дейін болуы мүмкін. Және тағы да бұл жердегі ақпарат алмасу жылдамдығы өте жоғары екенін көреміз. Процессордың жылу бөлуі оны да келтірілген екен. Мына жерде процессордың тағы да байланыс жасау жылдамдықтары 32 гига трансфер per секунд өте жоғары жылдамдықта екенін байқаймыз. Енді шын айтқанда GTS дегенді мен бұрын оқығанмын, қазір оны тағы да детальды түрде қарастырып аламын. Енді DDR memory, соның ішінде 5-ші буынын көреміз. Оның да ақпарат алмасу жылдамдығы өте жоғары жылдамдықта. Бұл жерде 8 немесе 16 жедел жады қойылуы мүмкін. Яғни бұл жерде ұқсастықты байқаймыз. Енді GPU дейді, Graphic Processing Unit, оның да яғни видеокартаны қою мүмкіндіктері бар. Сондай-ақ Input-Output енгізу шығару порттары, USB порттары, сондай-ақ ID-RAC порттары бар екенін көреміз. Сонымен қатар бұл жерде RAID жасаудың операциялық жүйемен жасалынатын бағдарламалық жабдығы бар екенін, және де бұл серверлік машинадағы Power Supply Unit блок питанияның да бірнеше түрі бар екенін көреміз. Енді төмен қарай түсетін болсақ, әрине бұл жерде төменде детальды түрде жазғанын байқаймыз. Мысалы, жедел жадының сақтау мүмкіндігі 1 терабайтқа дейін болуы мүмкін дейді. Сақтау құралдары, storage, оның да бұл жерде бірнеше түрлерін қамтамасыз ететін көреміз. Мысалы, SAS, SATA, SSD немесе SSD дискілері, оның 128 терабайтқа дейін болуы мүмкін, 192 терабайт. Шынында бүгінгі таңдағы сақтау мүмкіндіктері өте керемет және өте үлкен екенін байқаймыз. Сондай-ақ Dell компаниясы да бұл жерде әрине NVMe сақтау құралдарын қолдайды.
және оның 200 терабайтқа дейін сақтау мүмкіндігі бар екенін байқаймыз. Storage контроллерлер, яғни RAID жасауға мүмкіндік беретін, қатқыл дискілерді басқаруға мүмкіндік беретін контроллердің неше түрлісі бар екенін көреміз. Соның ішінде PERC H475, 755, 745 модельдері, әртүрлі модельдері бар, және оның әрқайсысы бізге RAID жасауға, RAID-тің мысалы 1, 5, 10 деп аталынатын түрлерін жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ PCI слаттар, соның ішінде SSD-ге арналған немесе PCI басқа да контроллерді қосуға мүмкіндік беретін арнайы порттардың бар екенін көреміз. Одан басқа әрине USB порттар, басқа да техникалық, физикалық характерлері, сипаттамалары келтірілген екен. Жүйені басқару және мүмкіндіктер, яғни hot plug дейді. Мысалы, қатқыл дискіні серверлік машина қосылып тұрған кезде салу мүмкіндігі, алу мүмкіндігі, сондай-ақ қуаттандыру көзінде осы серверлік машинаны өшірмей қосуға, алуға мүмкіндік бар ма? Осы жағдайларды да детальды түрде жазған екен. Төмен қарай түсетін болсақ, бұл жерде сервердің түрлерін көреміз, әртүрлі түрлері. Егер алдынан қарайтын болсақ, мысалы, мына жерде менімше 16 немесе 32 қатқыл дискі салуға мүмкіндік бар. Мына жерде әрине 8. Одан басқа осы қатқыл дискілердің форм факторлері 2,5 дюймдік немесе 3,5 дюймдік форм факторлерді бар екенін көреміз. Енді ішіне қарай үңілетін болсақ, бұл жерде артынан серверлік машинаның суреті келтірілген екен. Мына жерде Ethernet порттарда, сондай-ақ Power Supply Unit, қоректендіру блоктарын көреміз. Оның екеуі бар. Одан басқа мына жерде тағы да контроллерлерді, платаларды қосуға мүмкіндік бар. Ішіне үңілетін болсақ, желдеткіштер, одан басқа мына жерде процессорды көреміз. Мынау memory модуль қаншама жедел жадыны қосуға мүмкіндік беретін байқаймыз. Оның барлығы мына жерде келтірілген. Яғни бұл компаниялардың құжаттамалары, өзінің серверлік машиналарына анықтамалары берілген, қосымша бағдарламалары, драйверлер, қолдау жасау, кепілдік жасау, осындай мүмкіндіктері өте керемет. Бұл компаниялар осы сервер сату саласында көшбасшы болып саналады. Сондықтан кез келген серверлік жүйесін таңдап алсаңыз, оны детальды түрде қарастырсаңыз, сатып алсаңыз, өзіңіздің компанияңыздың немесе жеке мәселеңізді шешуде қолдансаңыз, ол алда қойылған тапсырманың барлығын шешуге мүмкіндік береді және тамаша жұмыс жасайды. Олай болса, достар, былай жасайық. Мен келесі сабақта осы HP компаниясының бір серверлік машинасын терең қарастырдым және тағы да тереңірек үңілетін боламыз. Сондықтан келесі сабақта кездескенше мен сіздермен қоштасамын.